Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен мантының өте ерекше, әдемі дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырға салманы салып, және қарама-қарсы бұрыштарды өзара біріктіріп жабыстырып болғаннан кейін, келесі жолында жабысқан әр бұрышты сыртқа қарай өздігінше тағы да бір жабыстырып шығамыз. Осымен біздің бірінші үлгіміз дайын. Өте әдемі және өте нәзік. Келесі үлгіміз бізде раушан гүлі өте қатты ұқсас. Оның қамыры әдеттегіден өзгеше, көріп тұрғандарыңыздай ұзын, үлкен болады. Оған салманы тек бір бөлігіне ғана саламыз да, ал екінші бөлігін салманың бетіне қайтарып жабыстырып шығамыз. Және де келесі бөлігінде қамырды видеодағыдай дөңгелетіп, ең шеткі бөлігін жабыстырғанда мұқият болыңыздар, себебі ол піскен кезде ажырап кетуі мүмкін. Осымен біздің өте дәмді, өте ерекше, әдемі гүл мантыларымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.